Сәлем достар! Сіздермен бірге Диана. Бұл ағылшын тілі сабағы, бастапқы деңгей, екінші сабақ. Біз өткен сабақта түзу етістігін үйренген болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз жалғастырамыз. Сонымен қоса түзу етістігін қолдана отырып, болымды, болымсыз және де сұраулы сөйлемдер құрастырамыз. Ең алдымен бірнеше жаңа сөз үйренейік. Actor, actor. Actress, actress, artist, artist, driver, driver, cook, cook, farmer, farmer. Ал енді сөйлем құрастырайық. I am a cook. I am an actress. Және де бұл жерде назар аударыңыздар, мен a actress емес, an actress дедім. Демек, a артиклінен кейінгі зат есім дауысты дыбыстан басталса, a артиклі n-ге ауысады. An actress, an actor, an artist, an apple, an umbrella және тағы да басқалары. Ал біз актрисамыз десек, we are actresses, we are actresses. Яғни, егер сіздің зат есіміңіз осы әріптерге аяқталса, біз s жұрнағын ғана емес, es жұрнағын қосамыз. Және де келесі мысал. He is a cook. He is an actor. She is a farmer. We are farmers. Ал біз болымды сөйлемнен болымсыз сөйлем жасау үшін бар болғаны түзу етістігінен кейін not сөзін қосамыз. Яғни not сөзі емес деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мен аспазшы емеспін деп айтатын болсақ, I am not a cook. Ол аспазшы емес. She is not a cook. Және де осы is not сөзінің қысқартылған түрі ол isn't. Демек, she isn't a cook. He isn't a farmer. He isn't an actor. Ал көпше түрде we are not teachers. A not-тың қысқартылған түрі aren't. We aren't teachers. We aren't doctors. They aren't students. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін сіз бар болғаны to be етістігін сөйлемнің басына жібересіз. Мысалы, you are a student және to be етістігі алдыға кетеді. Are you a student? She is an actress. Is she an actress? He is a cook. Is he a cook? They are farmers. Are they farmers? Ал енді сабақты қорыту мақсатында тест жұмысын орындайық. Қазір сізде экранның алдында тест шығады, кейін 3 секундтан кейін дұрыс жауабы шығады. Сіз стопқа қою арқылы өзіңіз жақсылап қарап алыңыз, кейін бірге тексеретін боламыз. Ең біріншісі, Том студент емес. Демек, Tom is not a student. Келесі, ол аспазшы емес. He isn't a cook. Келесі, сіздер студентсіздер ме? Сұрақ. Are you students? Ол дәрігер ме? Is she a doctor? Сіздерге түсінікті болып деп ойлаймын. Егер сізде сұрақтарыңыз болса, видеоны басынан бастап қараңыз. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сонымен қоса лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай!